Mening tamam жоқ. Қанымыз айныш, екі бірге тамақ алып көмек ау. Түштік қойд, жылама түштік қойд. Жүрегі. Жетінші мамыр мерекесі құтты болсын қорғаушым. Махаббат болып жатыр. Бұйырса 1 мамыр Азамат пен Орынбек көлікпен Астанаға жолға шығып жатыр. Жолдары болсын. Барлықтарыңызға сәлем, қалайсыздар? Бүгін 2 мамыр. Айназ екеуміз Астанаға ұшқалы отырмыз. Тексерістің барлығынан өтіп, күту залында ұшақтың келуін күтіп отырмыз. Әлі бірақ 2 сағат бар. Алдын ала келіп қойды. Машина бар болғанын пайдаланып, нағашымды апарып тасташы деп аэропортқа келіп отырмыз. Айназ, қайдасың? Қайда барасың? Айназ, қайда барасың? Жан. Мына ойыншықтарын тексеруге бермей жылап қағыз болып тұр. Бұйырса аэропортқа өзімен бірге осы сумканы алып бара жатырмын. Чемоданнан бөлек бұл сумкада маған керек болатын нәрселердің барлығы бар. Қазір мына үлкен қалтасын ашып көрсетейін. Ішінде не бар? Қызыммен жатырмын болғандықтан қызыма қажет памперс бар, кітабы бар. Міне, осыны жақсы көріп жейді. Мадаба сертификаты бар. Қазақстанда жасалған осындай перекустар, тіске басарлар. Сосын осында тілашар ойыншығы бар. Мына соның карточкалары. Мына жақта влажный салфетка. Мына жақта мен контент түсіріп жатсам жарық. Тағы бір влажный салфетка. И линза жатыр. Очкиім сым қалған жағдайда, немесе очки киім келмеген жағдайда тағып алармын деп одноразовый 1 реттік линзам жатыр. Мына үлкен қалтасында. Оған қоса осы сумканың ішіне осы Айназдың суын да салып қоямын. Ал мынау кіші қалтасында, орта қалтасында на всякий случай пакет жатыр, құжаттарымыз жатыр. Мына жақта мынаның ішінде ағамның үйіне көрімдік деп беретін ақшамыз жатыр, зарядкам жатыр, сосын крем жатыр. Ал мына қалтада үйдің кілтіменен конфеттерім жатыр, сосын азын-аулақ наличка ақшам бар. Болды, осы заттар маған бүгін ұшуға керек болады деген ойдамын. Айназ осыда өзінің орнында отырады. Оған бөлек орын алдық. Да, Айназ? Жиені келе сала нағашысына дүкен деді. Аэропорттың ішіндегі дүкенге келіп тұрмыз. Әлі аэропорттан шыққан жоқпыз. Жиені нағашысына дүкен, мороженое деді. Нағашысыз да әлі әзірге бір жиені болғандықтан еркелетіп жатыр. Келе сала. Бүгін 1-ші күн. Не алды? Печенье алыпты, Орео, маршмеллоу алыпты. Ой. Ағам үйіне келдік. Мына кісі уже қояншық тентектік алып тұр. Кіре сала горкаға ойнадық. Енді үйге бара жатырмыз да, Айназ? Магазинге апардық. Магазинге бардық. Сәлем бердік те. Привет. Қайда келдің? Астанаға келдің бе? Астанаға келдің бе? Сен не істейсің? Қыдырасың ба? Кірамыз ба? Иә? Аха. Иә. Şimdi o da ne istiyordu? Niye kırmayı durun?
Какой? Жүріп қарап ал. Қарап ал. Ассалаумағалейкум. Жоқ, жұмыста. Үйге келдім, ағамның үйіне келдім, Түркінге келдім, Астанаға келдім. Күшті. Қара. Жиня, литаған өрек. Өші. Мен сені жинамын. Мынау не? Не ол? Оны қықпай көргенсің. Фотосын аралық тоже. Көрді ме өзін? Таста. Нұрик румтыр түсіріп жатыр бізге. Это прихожка. Там көріп тұрған велосипедін. Ойбай. Вау. Бағасын айтшы, қанша қалдың деп. Кіреберісте осындай айна бар. Осында бізде Гардероб. заттар тұратын. Мә, мынау еще не ма? Шкаф. Көшті. Мы. Оғар тоқы. Күшті, оны ашпай қалған. Вау. Күшті, әдемі. Мен сіздермен бірге бірінші рет көріп жатырмын. Күшті, уютно. Дальше хозяйка дейді. Өзі қызық заттар. Мен тағы бір заттың көрсетейін өзіме қызық. Ал айтшы. Өзің таңдаған телевизорын. Вау. PlayStation. Вау. Көрген 4 метрлік. Вау. Ол қалған бәрі. Мынау мені білмеймін десеші. Айдана дальше өзің. Айданан бөлмесіне жатырық дейсің ғой. Қолыңды жу бірінші. Ей, апай. Мен. Так, снажер кухня получается, на жерде балкон мен. Я Күшті. очень. Мына қараңыздар, күшті қылып бізге дастархан жайып қойды уже. Айнасын жақсы көретін құлпынай да бар. Экспортом на жерде сырымның болмаса. Өзінің царствосы. Компьютері несі бәрі. Күшті. Айтишті болмаса. Иә, айтишниктің отсы көрініп тұр. Ана закат күшті болып тұр ана жақта. Вау. Астананың закаты. Мына жақта да айна, ой, терезе, да? На жерде как раз неге, анау неге. Шашлычка как раз. А, На жерде как раз. барбекю зона, да? Я бана пісіріп жатқан иіс шығып жатыр еді. Шашлычный зона. Қарап тұрамыз. Комната бол. Бос па деп па? Күшті. На жерде болды. Тұран. Абу-Даби, да, анау? Я, кстати, сода көрініп тұр тоже. Сосын анау не ма? Алау ма? Жоқ, бір алау емес. Батыс арена, да? Я, мынау Қазақстан сияқты это вот Қазақстан. Надан ары қарай жүрсең уже ненің Барыс арена солар. И мына жер тұран получается көрініп тұратын. Күшті. Эй! Светті қойшы, Айнас. Көрника. Жастардың бөлмесі деп. Біз пока этот нұрлы жолдан кетіп Мен тұратын. мармелад жейсің ба? Ей. Түр не болды, клубника ма? Күшті. Құтты болсын. Кел отырып. Барлықтарымызға осындай үй жұғысты болсын. Мә, не алып кетсің? Нағашысы кеше Индиядан келді. Еніне бір нәрсе алып кепті. Мынау чай. Чай ішесің ба? Вау. 3 Мынау дейді. Аха. Рахмет. Мынау назөкте. Вау. Еттен тет. Күшті, рахмет. Айнас үшін. Мынау кім? Мынау кім? Піл. Пүл, я. Мынау не? Мармелад па? Мынау саған мармелад. Вау, Айназ, Харибо. Я. Айт Харибо де.
Сен жылда осындай болып қоясың да, шетелге барсаң деп. Я мынау кімге? Көке алып келді ма? Рахмет те. Жүр саған бұл саған. Айт, Татай апа, көке, рахмет те. Рахмет. Әкел. Сен бәрі жемейсің ғой, әкел жеш. Ана жерде қойып қойды. Мә, еще айна саған тағы бірдеме алып кепті. Маған осындай тинт алып келді, күшті, рахмет. Сефора ма? Иә, Сефора. Бәсе. Мә. Мә, піл, Айназ, піл. Мынау екеуі піл. Я мынау қандай мынау үлкен, да? Мынау үлкен піл. Ой, келе сала еркеліктің бәрін көрсетіп жатыр. Рақат, еркелететін адамдары бар. Да, Айназ? Мына жерде не бар? Сенің заттарыңнан бәрі. Бар мынау атқом. Мына жақта менің жеңгем пирог пісіріп қойыпты. Мына жақта азаматтар жолдан келген сияқты. Рахмет. Көлік жүргізушілері келді. 2 күн жүріп жатыр. Мен 2 сағат келдім, бұлар 2 күн жүріп жатыр. Кімді, Айназ? Айт, ассалаумалейкум де. Спасибо. Біз уже основной орысша сөйлеп кеттік дейсіз ғой. Айдана қандай завтрак пісіріп қойған. Таң атпай ысылай бауырсақ жасап қойыпты. Да, Айназ? Отырам ғой қазір. Атыраудан мамалар келіп, ет, балық. Бәрін жинап атсың ба? Отыр ата дейді. Орын бар ма маған? Ал мынау жеңешемнің түскі асқа дайындаған дәмді тамағы. Біз үйде отырмыз. Үйдің жанында осындай шашлык пісіретін зона бар екен. Ағам, жолдасым шашлык пісіріп беріп жатыр біздер үшін. Осы зонада. Мына жақта нағашы әжесі, нағашы атасы Айназбен бірге сол шашлыктың піскенін күтіп отыр. Демалып, ауа жұтып. Айзере де жүр қастарында. Мына жақ екінші зонада да жастар шашлык пісіріп жатыр. Мамыр айы басталса, күн жылынса осылай, сезон басталып, барлығы далаға шығып, арқа-жарқа болып жатыр. Мен сол терезеден қарап тұрмын. Далаға шығып тұрған жоқ. Айназдың артынан жүру керек те. Міне осы терезеден қарап тұрмын. Қазір піскенін күтіп үйде. Пішлетсең, асап сауат кен адам бір. Яғни 2-3 қалды, я. Біз бәріміз піштеміз олай. Ашып. Мама, шаша! Екеуміз бұл жақта піскен шашлыкты қарайын деп жатырмыз. Несінай. Тауып қазір берем. Қасына Айдана осылай жуа дайындап қойған, 2 түрлі соус дайындап қойған. Осын көкөністер турап қойды. Мына жақта таба нан менен лаваш бар. Ал бізге ас болсын. А заплачу-ка я и пробегу 20 километров. Если мне сказали, Телеген, заплачу, пробежит 20 километров, я бы подумал. Өмірімізде бірінші рет стендапқа барып келе жатырмыз. Қазақша стендапқа орын болмай, орын бар стендапқа барған болатынбыз. Аса қатты көп танымал ешкім жоқ. Бірақ ішінде Темірлан да? Темірлан ба? Тілеген. Тілеген бар, сосын Мадина бар. Аблай бар, Үсен, Омар. Солардың приколдары өтті бізге. Қалай ұнады ма? Тілегендікі ма? Тілегендікі. Тілегендікі жақсы болды ғой? Саған? Мадинаның да ұнады, просто андай қыз болғасын ба? Мүмкін солай шығар. Nasıl? Тілегенмен француз ұнады. Француз, прикол француз. Осылай, бірінші рет гештальтымызды жауып. Бірінші рет барып гештальтымызды жауып келе жатырмын.
ұнады. Сіздер де бармаған болсаңыздар барып, бұл атмосфераны сезініп көріңіздер. Ботаникалық саябаққа келіп, қызымызды ойнатып жүрміз. Күшті ме? Дача? Жаным, качеля деп қуанып отыр. Мына жақта теннис ойнап жатыр, большой теннис. Мына жақта спортпен айналысып жатыр. Күшті, ауа райы да прям күшті болып тұр, ыстық болып. Салқын болады деп ойлағанбыз, жаңбыр жауады деп. Біз келетін аптада негізі ауа райы жаңбыр көрсетіп тұрған. Бірақ күн жайма шуақ, күн шығып, ауа райы керемет болып тұр. Қалай, Азамат, ұнап жатыр ма? Астанада тұрғың келе ма? Үйдің киімімен далаға шығып кеткен едім. Күн ыстық. Сол үшін күрткім шешпей тұрмын дейсің. Байқа. Күшті ма? Кел. Уып. Ой, жарайсың. Ко-ко. Азаматтың нағашысының үйіне қонаққа келе жатырмыз. Сағат 8-ге шақырған болатын, 7:30 болды. Ерте келіп қалдық, астаналықтар уақытылы жүреді ғой деп. Осындай әдемі болып, қонаққа келді. Қонаққа келдік, детскийге кіріп кеттік Айназ екеуміз. Айназ, қайда келдің? Ей. Сонда сызасың ба? Иә, дұрыс, сонда сыз. Вау! Шақыр, Гаухар апатай деш. Иә, Гаухар апатай, мынау не де? Ас үй ойнап жатырмыз енді. Тамақ істеп жатыр Айназ мұнда. Күшті ма Айназ? Тарелкалары бар екен. Ой, сен қазір бәрін қопарып кетейін деп тұрсың ғой. Кастрюлясы бар, мына жерде тамақтың түрлері бар. Күшті екен да, ас үйі бар. Ой, Нани! Привет! Атырауға сәлем де. Махамбетке сәлем! Машада ұйықтайын деп жатыр еді. Не жаным. Ойсақ? Папан ойыншықпа. Балапан ойыншық қачыш. Ойыншықпа. Күшті. Ана будет. Күшті ойыншықтарың көп екен де. Ойыншық қачыш да. Қымбат қой ойыншық. Алып берейік па. Айназға ойыншық алып берді әкесі. Қазір жолда ойнап барамыз да. Уже аш бер деп жатыр машинаға барғанша. 2 куриный бар, 2 говяжий бар. Таңдап алыңдар. Біз мұнда көлікте отырдық. Қазір жолда ходогымызды жеп барамыз. Алла берсе, Бурабайға шықтық. Жолымыз болсын. Так, ал таңдаңдар. Мына жерде чай бар. Жанушка? Бере беріңіз бәрін. Мен Айназға куриный берейінші. Бә. Ашкөн сен говяжий алып отыр, я? Ауыстырамыз ғой. Нани. Қазір берем мұны Айназ саған. Салфа Міне. мына жерде бар екен. Ей жуан. Ыссы ғой Айназ. Ыссы емес па? Дәмді ма? Бурабайға жеттік. 3 сағат дегенде Айназ кішкене капризный болып тұр. Аяқтарымыз шаршап қалған кішкене. Осы жазудың алдында суретке түсіп алайық деп тоқтадық. Қараңыздар, табиғат қандай. Ауа райы да күшті болып тұр. Шишка бар қолымызда. Күшті екен шишка.
қайда келдің? Айтшы, Бурабайға келдім де. Бурабайға келдік. Қазір обед уақытына келгендіктен Тары деген мейрамханаға түскі ас ішуге кетіп бара жатырмыз. Таза ауамен әсем серуен. Да, Орынбек? Ұнап жатыр ма? Тары кафесінде отырмыз. Тамақ заказ беріп қойдық. Енді алып келгенін күтіп отырмыз. Орынбектің маса шағып жатыр. Енді өлтір десем, тұра тұр шағы болсын дейді. Сондай ақ көңіл досымыз біз. Масаны да аяп тұрған. Өзін емес, масаны аяп тұр. Оқа, не дейсіз бұған? Шаға берсін бе? Мынау Азаматтың тамағы, мынау Орынбектің тамағы, мынау Армушкаге. Менің тамағым жоқ. Армуш, Айнуш, екеумізге тамақ алып көмек ау. Азаматтың көрген дәмі. Еттің дәмі сүрленген бешбармақ сияқты. Бургерде де сүрленген бешбармақ сияқты. Орынбектің жек бір енді сиыр етінен дейді. Ар жағын жеп қойдым, бағай жеп. Міне, надо етші. Сүрленген, шуасы. Бүгі бірден болады. Ана кісі сұрадым ғой. Мына өпсі. Мен тәуір. Ал мынау менің тамағым. Қазан жаппай қалады екен. Көрейік. Еті қатты сияқты. Тарыға келсеңіздер, мына тамақты жеуге кеңес бермеймін. Бірақ бал қуырдақтың дәмі көшті екен. Қаймақ пен бауырсақ Айназдың спецзаказы. Бауырсақ деп айқалап. Басқа солдардан бауырсақ сұрап жүреді. Күшті ме, Айнеш? Айнеш күшті еш? Айнеш күшті еш? Маса көп. Маса жағала сөз жер тамағымызға. Қалай Армуш? Күшті. Тары мейрамханасындағы балалар ойнайтын жерінде осындай панорамный терезелер бар екен. Қараңыздаршы, қандай әдемі көрініс бұл жақтан. Міне, бала ойнайтын жер осындай. Осы жаққа келіп суретке түсіп алып жатырмыз. Мына жақта да әдемі көрініс бар. Жай ғана мына жақтың дауысын тыңдап көріңіздерші. Құстардың әуені, астымыздағы ағаштың дыбысы, желдің, жапырақтардың сыбдыры. Қандай күшті, е? Ал бұл жақтағы ауаны айтсаңыздар. Өкпеміз терең тыныстап келе жатыр. Осыдан 1 жыл бұрын менің ең алғашқы влогымды осы Астанада түсірген болатынбыз. 1 жыл бұрын. Иә, 1 жыл бұрын. Осы студент қайын сіңіліммен бірге ұялып, не айтарымызды білмей. Соны айтам. Астанадағы қандай еді парктың аты? Центральный парк дейсіз ба? Бірдеме кемпинг та, эко-кемпинг па? Ұмытып қалдым. Ауыл ма? Бірінші влогта қарап қойыңыздар. Астанадағы менің алғашқы влогым.
Осы блогпен салыстырып көріңіздер сосын. Бір жылда қандай өзгерістер бар екен. Қазақ елімнің осынау әдемі көрінісі. Қараңыздар, кәдімгідей адамдарға жағдай жасап қойыпты. Лежактар қойып. Бір блогердің 3 мобилографы бар дейсің. Копи-паст деген осындай болады дейсің. Осындай жерге келіп, TikTok тренд сүрдік. Орканы азер күндіріп алдым да. Менің инстама кіріп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Осы баланың еңбегі үшін. Түсіріп жүрген Армушка. Және түскен кейіпкерлер Азамат пен Айназ. Еу жаным. Бірақ 17 минут сүре берсең бәрі күшті сияқты да? Просто менің қолым күшті. Мына жақта ұлттық ұлан немесе әскер 7 мамырға дайындалып жатырған сияқты. Астанаға қайта жолымызда осылай жаңбыр жауып тұр. И до конца болдым. Жүзімді. Сағат 7-ге қонаққа шақырып қойған. Бурабайдан кеш шыққан себепті біздер 1,5 сағатқа кешігіп шақырған жерге келе жатырмыз. Қолымызда сондай Зугадан сыйлығымыз бар. Азаматтың нағашысының үйіне барамыз. Мен тұрмысқа шыққалы бірінші рет танысайын деп жатырмын. Ау жаным. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Астанадағы 4-ші күніміз. Бүгін жұмысымды жасап, түстен кейін қалаға шығып жатырмыз. Қызымызды нағашы атасы мен нағашы әжесіне тастап кеттік. Өзіміз болып мега аралауға кетіп бара жатырмыз. Бұйырсын. Астанадағы күндеріміз асықпай, баяу өтуде. Жанталас жоқ. Қонақтықпен, ағайын туыспен көрісумен өтіп жатыр. Жалпы Астанаға келген басты себебіміз ағам мен жеңгемнің үйінде қоныс той. Үлкендеріміз, ата-әжелеріміз, құда-құдағайларымыз Атыраудан ат терлетіп келе жатыр. Барлығы бүгін түнде келеді. Ертең ала берсе қоныс той жасайды. Соны бірге қызықтайық деп бізде Азамат машинамен, мен самолетпен ұшып келген болатынмыз алдын ала. Азамат екеуміздің студенттік шағымыз өткен қала осы Астана. Астананы ерекше сағынып келіп тұрамыз жылда. Былтырда осы мамыр айында келген болатынбыз. Жыл сайын Астана өзгеріп, түрленіп, одан ары көрке түсуде. Өте әдемі, жасыл қала болып келе жатыр. Ататүрік саябағына келді. Қараңыздар, қандай әдемі көрініс болып жатыр.
Жақта пикник жасап жатыр, суретке түсіп жатыр. Біз жаңа келдік. Мына жердің гүлдің иісі деген күшті болып тұр. Күшті демалыс болайын деп тұр бізге. Қараңыздар, Шарбақтың өзінде сирень, осындай гүл ағаштар, осындай жеміс ағаштары өсіп жатыр. Атырауда уже сирень өсіп, гүлдері түсіп қалды. Ал мына жақта жаңа гүл атып, иістері мүңкіп тұр. Қазір Республика көшесінде келе жатырмыз. Жалпы астаналықтар үшін, оң жағалауда тұратындар үшін бұл атақты көше деп білемін. Осы көшеде студенттік шағым өтті деуге болады. Барлық дүкенде, тамақ ішетін жерлер, жалпы көкемнің үйі, нағашы, қарт нағашыларымның үйі осы жақта болды. Осы жақта көп жүретін едік. Азаматта да осы студенттік шағын осы көшелерде өткізген. Азамат агротехникалық университетте оқыды. Ал мен Қазақ гуманитарлық заң университетінде оқыдым. Кешке қарай жастар көп екен. Мына Атырау мосты жағында. Бір-біріне соқтығысып жүрген велосипедистер, коляскамен жүрген біз сияқты адамдар, студенттер. Өте көп халық мына жақта. Қараңыздар, ішінде қанша адам бар. Бірақ атмосферасы өте бөлек. Қараңыздар, толқыным деген Төреғалидың өлеңін айтып жатыр. Баянды баға. Махаббат болып жатыр. Қызы әкесінің қолын сүйіп. Әкесі соған еріп кетті. Демалысымыз Айназ памперсін толтырған, мен аяқталайын деп жатыр. Айназ, не істедің? Не істедің? Күшті, бұл качеледе демалып отыр едім. Айназ келіп, үйге памперс ауыстыр дейді. Енді үйге қарай шығып бара жатырмыз. Не ол, Айназ? Қалай, Азамат? Демалысымыз ұнап жатыр ма? Осындай әдемі инсталляция бар паркке кіре бершейді. 7 мамыр мерекесі құтты болсын, қорғаушым. Мына жақта салют атып атына қараңыздар. Бүгін 7 мамыр. Қонақ күтеміз, қоныс той жасайды. Ағам мен жеңгем мына жақта пирог, Атыраудың балығы менен пирог жасауға начинка дайындап қойыпты. Мына жақта ет асылып жатыр, 2 қазанда. Мына жақта Айдананың фирменный бауырсағы қазір күшті болып көтереді. Мына жақта мына жақта міне дастархан жайып жатырмыз. Бастадық. Айназ бен Адель апатай мультик қарап жатыр. Әже шашып жатыр. Ага,
Ata işimi kara oldu. Otur şey. Neon hums like a subtle thrill. Oyunun videosunda yapacağız. Kırmızı ışık koyup. Windowsill. Concrete trees in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code dream. Whispers rise from the cracks in the street. Loose lip poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. Қонақтар кеткен соң өзіміз болып шай ішейік деп аға жеңгем суши пицца заказ беріпті. Çok күшті да. Қараңыздаршы қандай әдемі. Мынандай да өзінше искусство жасаған ғой нәрсе. Или жетпей қалды ма не істедіңдер деп. Бүгін 7 мамыр отан қорғаушылар күніне орай Астана аренаның алдында концерт қойылып жатыр. Қонақ күтіп тамақ ішіп болғаннан кейін сонда қарай бет алып жатырмыз. Қазір мына жақта пробка. Дауысы естіліп жатыр. Мынау алаудың алды. Машина лық толы. Саат 7-де басталды концерт. Қазір 9 болып жатыр негізі. Иә, 9 болып жатыр. Біз сол концертке қарай келе жатырмыз бұйырса. Біз жетеміз дегенше концерт бітіп қалмаса екен деп жатырмыз. Ботаникалық саябақтың паркингіне машинамызды қойып кеттік. Енді біраз жол жүруіміз керек. Петке туған бауыр досым. Баян Сұлу мен Райымның ғана өлеңдерін тыңдап, кері үйге қайтып бара жатырмыз. Сонымен концерт бітіп кетті 9:30-да. Біз 9:30 шамасында бардық. 9:30-да концерт бітіп кетті. Салют бола ма, соны көрем ба деп едім. Салюттары да жоқ екен. Райымның 3-4 өлеңіне, Баян Сұлудың 3-4 өлеңіне риза болып үйге қайтып бара жатырмыз. 2000 теңгеге осында айназға шарик алдық. Тек өлеңдер жетпей қалғандықтан көлікте жалғастырайын деп жатырмыз қазір. Көлікте ән айтамыз мына пробкада тұрған кезде. Кеттік, азамат. Қимадым қоштасқанда жанарыңды. Фотосессиядан кейін негізі паркке барамыз деп ойлағанбыз, бірақ күн жауын жауып тұрғандықтан қасындағы ұлттық музейді бір көріп шығайық деп осында жол тартып келе жатырмыз. Алтын залы. Ар жақта осындай жарық шамдарменен әуен жүріп жатыр. Вау! Исен. Не ол? Мәс сағандық қояды. Не ол айнасы?
үйреткендер ма? Не істеп жатыр? Тас қашап жатыр. Бәрі тас қашап жатыр ғой. Бес білезік бар да қолында. Білезік бар. Қолында білезік болды. Құдаға жүзі. Екі саусаққа тағылады. Аниктің үстінде жүруге қорқып тұр. Айназ деймін да. Ана жердің астындағы сүйектерді көріп, сүйек, дәмді дейді. Алтын адамдардың қай жерден табылғанын көрсетіп жатыр. Реттілігімен бірге. Қараңыздар. Мына жерде бүркіт бейнеленген. Астында арқар белгіленген. Ал мына жақта мынау бәйтерек екен. Привет! Мамонттың сүйегі. Қандай үлкен. Мынаны біздің қызымыз мороженое деп тұр. Мороженеге ұқсайды екен, иә, расында. 6 мен 5 тарақ деп жазып тұр. Ши тоқитын. Мыстан жасалған шелек. Мынау ошақ. Жуылған алған табақ. Және құмыра. Жемі ма? Жемді қасқырды қытықтап жатыр өзінше. Ботай қонысының тұрғын үй реконструкциясы дейді. Тазалық атты сурет. Бразилияда, Аргентинада, Кореяда көрмелерде тұрып келген. Мексика, Египеттерде. Суретті көрдіңіздер ма? Мына қыз соны қайталап тұр ғой. Қызық емес болып тұр бұған. Мультиктен басқа. Ұлттық музейдің алдындағы көрініс. Мына жақта пирамида, мына жақта Хайвилл, Ақмешіт, Субұрқақ. Күшті да? Музейден шығып тамақ ішуге келдік. Менде паста. Жерде нан алып келді, сосын вишня, манго, лимонадын алып келді. Қазір Азаматтың тамағына келу керек. Азаматтың тамағы шницель с цезарьмен. Ас болса, күшті ысылай алып келген тамақтар. Орталық саябақтың ішінде күні кеше Дина парк ашылыпты. Соны көруге келдік. Я уже. Dinozavrlar ansambli.
Жұмыртқаның ішінде де динозаврлар. Динозаврның жұмыртқасы үлкен ба? Қайс? Не ол? Ол не? Қайсы? Күшті. Динозавр ма? Барлығы қызық болып тұр. Біреуіне тоқтап қарап, тақанса анау қыз алып атады. Дауыс шығарып атады. Соның бәрін қызықтап жүр ғой. Қорқа ма деп ойлап едім. Жоқ, қорықпайды. Иә? Биппесі деп қояды. Биппи ма? Биппи? Жұмыртқада биппи жатыр ма? Сияны. Ой. Ой, қандай дауыс шығып жатыр? Биппи жылап жатыр ма? Биппи жылап жатыр ма? Ешен. Түштік қояды. Жылама, түштік қояды. Жүрегі. Динозаврдың жұмыртқалары да сенен жасырып жатыр, тығып қорғап жатыр сені. Сенен. Ол сенен қорқып тұр. Көрдің бе? Жұмыртқаларын қорғайын деп жатыр. Жақындама деп сені қорқытып жатыр дыбыстап. Мына жақта топырақпен ойнайтын жері де бар екен, бөлек үлкен. Вау! Бибарас, выходи! Вау, мына қандай динозавр? Кеттік деп көрейік. Дино көлік айдайын деп жатыр Айназ. Осындай динозаврлар секілді көлік жасап қойған. Бірақ әлі іске қосылмапты жолы. Бұл жақта өңдеп жатыр. Жұмыс жасалып жатыр. Бітпеген әлі. Осындай гамакта демалатын жері бар екен. Азамат осындай отыратын да отыр. Айназ. Барлығы жаңа болғандықтан ба иісі күшті, ағаштардың иісі шығып тұр. Көлеңкеде осылай демалып жатырмыз. Бүгін 8 мамыр. Ертең ала берсе Азамат таңертең жолға жүреді. Мен оны күні таңертең шығамын. Сол үшін Азамат барда қыдырып алайық деп, бүгін таң атысынан кештің батысына дейін қыдырайын деп жатырмыз. Таңертең фотосессияға бардық, музейге бардық, динопаркке бардық. Енді ала берсе театрға бара жатырмыз. Қыз 20-ға толғанда деген спектакль көруге бара жатырмыз. Жолдан Айназды тек жеңгеме тастадық та, мен киім ауыстырып үлгердім. Солай атып шықтық. Пробка деген күй жоқ. Астанада бір нүктеден екінші нүктеге жету ұзақ уақытыңды алады. Қазір сағат 6:30 болды, біз 7-де болуымыз керек ана жерде. Енді пробканың әсерінен кешігіп қалмасақ екен деп отырмыз. Жарқ етіп айналсам ғой жұлдыздарға тәтті қондық, түнімен күзететін терезеңнің тосына кел. Өмірімнің бөлшегісің, көңілімнің ерке құсы өзі. Қиялымдағы, ертегім арманымдағы, көркемім арбадымдағы, өртедің жалғыз өзі. Қиялымдағы,
ертегім арманымдағы көркемім арбадыңдағы өртедің жалғыз өзі. Театрдан шықтық. Театрға 7-ден 1 минут кеткенде кірдік. Енді пока жетеміз дегенше уақыт өтіп, қойылым басталып кеткен болатын. Бізді өзіміздің орнымызға отырғызбады. Бос орынға отыра қойыңыздар деп үстінен отырғызып қойды. Негізі біздің орнымыз астында еді, 3-ші қатарда еді. Келесте есте болсын, театрға кешігуге болмайды. Қойылым ұнады, 2 сағатқа созылды. Қыздың тағдыры туралы жеткізді. Жалпы өзіңнің таңдауыңды асықпай, жүрекпен де, мимен де ойланып жасау керектігін көрсетті. Қыз 20-ға толып жатыр. Оның алдында 3 түрлі вариант болды. 3 түрлі жігіт кездесті. Сол 3 түрлі жігіттің салыстырмалы түрде барлығын көрсетті. Жалпы ой түйетін нәрселер көп. Бізге ұнады. Барып көріңіздер. Жалпы Астананың драма театры бөлек екен, мүлдем бөлек екен. Ішінің әдемілігіне, ішінде жұмыс жасайтын қыздардан бастап барлығы бір күшті атмосфера сезіндіреді. Актерлардың шеберлігі екі бастан енді. Өте күшті демалып келе жатырмыз. Енді берсе үйге қарай жол тарттық. Себебі ертең ала берсе азамат таңертең жолға шығу керек. Біздің чемодандарымыз жиналған жоқ. Машинаға тиеліп Атырауға көтетін зат өте көп. Ағайын тумаларымыздың заттары бар, достарымыздың заттары бар, өзіміздің заттарымыз бар. Сонымен машина лық толы болып кетейін деп жатыр кері Атырауға. Аға жеңгем бізді еркелетіп жатыр. Спасибо. Ас болсын. Жақтары амен. И бізде. Жей ғой, міне тауық қой. Жей ғой, өзің жей ғой. Видишь, что старая, не кудрявая. Домашняя. И багажу. Надо салжет, да? Мама, мой Тамақ шолай қосам. Я думала, какая-то... это тарелочка? Наверное, что, да? Чемоданымды жинап болып,
қызым ұйықтап жатқан пайдаланып мороженое жеп жатырмын. Бұйырса таңертең жол жүреміз Атырауға. Алла қаласа 8:50-де рейс. Демалысымыз күшті өтті. Аға жеңгеме көп рахмет бізді қыдыртып демалдырғандары үшін. Қазір осылай отырып демалысымды қорытындылап, әдемі суреттерімді көріп отырмын. Қызым ұйықтап қалды. Бұйырса мен де жатып демаламын. Балмұздағымды жеп болған соң таңертең 6-да тұрып аэропортқа аттанамыз. Бұл влогты соңына дейін көргендеріңіз үшін бек рахмет. Егер влогым ұнаса, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Астанадағы макаронный лавкадан осындай макарон алып келдім. Осым қапты. Шыққан. Фисташковый, баунти, ана сумаляк деген ба, неме? Құрт, лимон, мак, клубника, фисташка болу керек мынау да. Осының қазір дәмін татып көреміз.